Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Қазақстандықтарға қанша зейнетақы төленді? Артем Чурсинов жыл басынан бері республикалық бюджеттен 2 триллион 755,2 миллиард теңге сомасына зейнетақы төленді. Оның ішінде базалық зейнетақыға 845,2 миллиард теңге, ынтымақты зейнетақыға 1 триллион 910 миллиард теңге бағытталды. Жаңа жылдан бастап зейнетақы мен жәрдемақы қанша пайызға өседі? Келесі жылы зейнетақы мен жәрдемақыны төлеуге 5,4 триллион теңге бөлінеді. 2023 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша зейнеткерлер саны 2 миллион 320 мың адам. 2023 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 120 мың 873 теңгені құрады. Оның ішінде ынтымақты зейнетақы мөлшері 82 мың 980 теңге, базалық зейнетақы 37 мың 893 теңге. 2018 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі зейнетақы жүйесіндегі өтілін еске отырып, аралаушыға жеке тағайындалатынын еске саламыз. Егер азаматтың зейнетақы жүйесіндегі өтілі 10 жыл немесе одан аз болса, сондай-ақ мүлдем жоқ болса, базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 60% ғана тең болса, содан кейін 10 жылдан асқан әр жыл үшін оның мөлшері 2% артады. Ал егер сіздің өтіліңіз 20 жыл болса, базалық зейнетақы төменгі күнкөріс деңгейінің 80%-ын құрайды. Еңбек өтілі 30 жыл немесе одан көп болса, күнкөріс деңгейінің ең жоғары мөлшерінде, яғни 100% белгіленеді. Егер бір ай ішінде міндетті зейнетақы жарналары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына бірнеше рет аударылса, жинақтаушы жүйеге қатысты мерзім 1 айды құрайды. Осылайша міндетті зейнетақы жарналары неғұрлым тұрақты және толық көлемде аударылатын болса, зейнет жасына жеткенде базалық зейнетақы төлемдерінің мөлшері соғұрлым көп болады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.